Бұл күндері жақсы және сапалы ойыншықтар өте қымбат тұрады. Ал кейбір қазіргі заманның шеберлері жасаған, сирек кездесетін және коллекциялық ойыншықтар тіпті автокөлік және де үйден де қымбат тұруы мүмкін. Коллекционерлер осындай қуыршақтар және осындай аюлар, осындай ойыншық машиналар үшін миллиондаған доллар төлеуге дайын. Сендермен бірге Q-Life арнасы және біз бүгін әлемдегі ең қымбат 10 ойыншық жайлы айтатын боламыз. Ойыншық паровоз 1906 жылы Marklin компаниясына шығарылған бұл ойыншық оңтүстік Кенсингтондағы Christie's аукционында $79,140 сатылды. 3 метрден тұратын бұл паровоз бірінші сыныптық вагон, асхана және багаж бөлімшесімен қамтылған. Бастапқыда бұл паровоз сатып алушыларды тарту үшін ойыншық дүкенінің бетін безендіру үшін жасалған. Бұл ойыншықтың ең бірінші иелері Америкадағы ең құрметті отбасылардың бірі Гардниер отбасы оны бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін сатып алады. Ал 100 жылдан кейін 2001 жылы отбасы мүшелерінің бірі бұл паровозды Лондондағы аукционға жібереді. Ол жерде бұл ойыншық европалық коллекционерлердің үлкен қызығушылығын тудырады. G.I. Joe ойыншық солдаты. 1964 жылы атақты Hasbro компаниясы биіктігі 30 см және киімі қолмен өңделген G.I. Joe атты сарбаздың ойыншығын жасады. Бұл ойыншық ең алғашқы шынайы көрініске ие және аяқ-қол қозғалатын ойыншықтардың қатарына кірді. G.I. Joe балалардың арасында өте үлкен сұранысқа ие атақты ойыншыққа айналды. Бастапқыда құны $4 тұратын бұл ойыншықтың түпнұсқасы 2003 жылы аукционда $200,000 сатылды. Альберт Маркидің фарфор қуыршағы. 20 ғасырдың басында әлемге әйгілі француз қуыршақ жасаушысы Альберт Марки жасаған фарфор қуыршақ 2009 жылы Атлантадағы Harrods аукционында $263,000 сатылды. Альберт Марки өзінің жүздеген фарфор қуыршағын 1915 жылы Парижде көпшілікке таныстырды. Бірнеше минуттардың ішінде осы ойыншықтардың көпшілігі сатылып кеткен. Сарапшылардың айтуы бойынша, осы уақытқа дейін осындай фарфор қуыршақтың тек ондаған түрі ғана сақталған. Ал ойыншық коллекционерлері осындай ойыншықтың біреуін сатып алу үшін сізге жүздеген, тіпті мыңдаған доллар ұсынуы мүмкін. Стефано Кентуридің Барби қуыршағы. Әлемдегі ең қымбат Барби қуыршағын австралиялық дизайнер Стефано Кентури ойыншық өндіруші Mattel компаниясымен бірігіп 2007 жылы жасап шығарды. Барби қуыршағы әдемі қара көйлек киінген және мойнында қызғылт гауһар таспен безендірілген алқа тағылған, ал оң қолында гауһар сақина тағылған. Бұл ойыншық әлемге таныстырылғаннан кейін Нью-Йорктегі Christie's аукционына қойылып, сол жерде $302,500 сатылған. Коллин Мурдың ертегі сарайы. 3 метрлік бұл ертегі сарайын 1930 жылы атақты американдық үнсіз фильм актрисасы Коллин Мурдың тапсырысы бойынша жасаған болатын. Бұл туындыны жасауға суретшілер, зергерлер, ағаш оюшылар, барлығын айтқанда 700-ге жуық мастерлер қатысқан. 12 бөліктен тұратын бұл сарай керемет ханшайым бөлмесі, үлкен бөлме және сүйкімді бақша ауласымен қамтамасыз етілген. Тіпті бұл сарайдың ішінде гауһар таспен, інжу маржандармен, бриллианттармен безендірілген заттар, кішкентай картиналар, тіпті ежелгі мүсіндер де бар. Бұл туынды 1949 жылы Чикагоның мұражайына тапсырылған. Қазіргі таңда бұның бағасы $500,000 шамасында. Генза Танаканың алтын тербеткіш ойыншығы. Генза Танака 24 карат алтыннан жасаған бұл ойыншығын Жапонияның ханзадасы Хисохитоның туған күніне арнаған. Бұл ойыншықтың салмағы 30 кг және ағаштан жасалған ат тербеткішке ұқсатып жасалған. Бұл ойыншықтың қазіргі құны $1,028,000. Ең қымбат кубик Рубика. ақш-тағы кубик Рубиканың пайда болуының 15 жылдығына орай 1995 жылы зергер Фред Дюллер 18 караттық алтынмен және де 185 караттық алмаспен безендірілген толықтай жұмыс жасайтын кубик Рубикасын жасап шығарды. Бұл кубик Рубикасы бірден Гиннес рекордтар кітабына енгізілді және оның құны $1,500,000. Teddy аю ойыншығы. Әлемдегі ең қымбат Teddy аю ойыншығын 2000 жылы Stave компаниясы жасап шығарған. Бұл өндіруші 20 ғасырдың басында дүние жүзіндегі ең алғашқы аюдың ойыншығын тіккен болатын. Бұл аюлардың Teddy деп атала бастауы
Американың президенті Теодор Рузвельт аң аулау кезінде тығырыққа тірелген аюды өлтіруден бас тартқаннан кейін басталған. Бұл ойыншықтың құны қазіргі таңда 2 миллион 100 мың доллар. Және бұл ойыншықты Кореяның кәсіпкері Джесси Ким сатып алған. Қазіргі таңда бұл ойыншық Кореяның Чеджу қаласының аюлар ойыншық мұражайында орналастырылған. Lamborghini Aventador LP704 көлігінің көшірмесі. Бұл ойыншық, яғни Lamborghini Aventador'дың толықтай көшірмесі 2011 жылы дизайнер Роберт Галлиннің қолынан жасалған. Бұл ойыншықтың құны Lamborghini Aventador көлігінен 12 есе қымбат, яғни оның құны 4 миллион 700 доллар. Ойыншықтың корпусы толықтай карбон материалынан жасалған, ал сырты алтынмен қапталған. Дөңгелегінің дискісі ақ алтыннан жасалған. Және де оның салоны бриллианттармен безендірілген. Специлов механикалық қуыршағы. Специлов механикалық қуыршағы әлемдегі ең қымбат ойыншық. Бұл ойыншықты швейцариялық Кристиан Байном 2340 бөлшектен жасаған. Ол ойыншықты жасап жатқан уақытында өзінің 15 000 сағатын жоғалтқан екен. Механикалық ойыншықтың салмағы 55 кг, ал ұзындығы 120 см. Оның үстіне киілген киім ең қымбат жібек маталардан тігілген, ал бет-жүзі, аяғы және қолы фарфордан жасалған. Механикалық қуыршақ флейтада ойнай алады, және флейтада ойнап жатқан уақытта оның сол қолында тұрған құс басын оңға және солға бұрады екен. Бұл ойыншықты сіз алтын кілтті бұраумен іске қоса аласыз. Ал бұл ойыншықты көргіңіз келсе, сіз Кристиан Байномның шеберханасына баруыңыз керек. Бұндай ойыншықты сатып алу үшін сіз 6 миллион 200 мың доллар төлейді екенсіз. Мінекей достар, бүгін біз осылайша әлемдегі ең қымбат ойыншықтар жайлы білдік. Мен бұл видеоны жасау үшін өзімнің көп уақытымды және күш-жігерімді жұмсадым. Ал сіздерге бұл видеоға лайк басып, және арнаға жазылу өте оңай. Маған қолдау көрсетіп, бұл видеоны басқада әлеуметтік желілерде, мысалы WhatsApp, ВКонтактеда өздеріңіздің достарыңызбен бөліссеңіздер екен. Сендермен бірге болған QLife арнасы, және кездескенше қош сау болыңыздар.